егер адам мұъмин болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бір жаназада, Абу Саид аль-Худриден жеткен хадисте, жаназадан кейін халықты жинап алып айтқан екен: "Я айюхан нас, ей адамдар, инна хазигил умма тубтала фи кубуриха." Мына үмбет қабірінде сыналады, емтиханнан өтеді деп та. Фа изал инсану дуфина, қашан адам жерге көмілген кезде дейді. Ва тафаррақа анху асхабуху, сөйтіп оны жерлеген достарының, серіктерінің бәрі кетіп қалғаннан кейін дейді, жааху малак, періште келеді дейді. Жаңағы мұнкар мен накирді білеміз ғой. Біреуінің қолында дейді метроқа күрзісі бар дейді. Күрзі деген ена шоқпар. Ана шоқпармен келген кезде сонымен инкана сұрақ қояды дейді. Маза тақулу фи хазар раджул. Ең бірінші пайғамбар саллаллаху алейхи хақы сұралады екен. Өзің қараңыз. Ана кісі туралы не айтасың, араларыңа жіберілген деп. Сонда инкана муъминан, егер муъмин болса айтады дейді: ашхаду ан ла илаха иллаллах, ашхаду анна Мухаммада расулуллах. Қабірдегі емтихан. Тәртіптерді муъмин адам жаңа 7 қабат аспанға да жаны көтеріліп келсе, мына екінші емтиханнан өтеді. Бұның бәрінен өтпесе болмайды екен. Бұл заң, темірдей заң ғой, темірдей тәртіпті. Сода жаңағы айтқаннан кейін рас айттың деп айтады екен. Қараш, ананың рас айттың деген сөзінің бізге керек қой ана жерде. Ол сондай нәрсе нәсіп болсын да баршамызға, құрметті жамағат. Анау бала болып қаламыз ғой ана жерде. Сонда рас айттың ба дегенде, рас айттың деп айтып, сосын оған мынандай нәрсені фаюфтаху лаху бабун илан нар, бір есік ашылады дейді. Есіктің ар жағы тозақ дейді. Қарас, мұъминге көрсету үшін да. Сосын айтады: хаза кана маканука лау кунта кафирун биллахи. Егер де кәпір болғаныңда осы жаққа кетер едің дейді. Сосын жауып жібереді екен ана есікті. Сосын бәрін істейді, солар көрсетеді. Сосын фаамма из аминта хаза мақадука. Ал енді иман келтірген екенсің, сөзіне қараңыз. Ал енді иман келтірген екенсің, орның мынау деп, фаюфтаху лаху бабун илал жанна. Жәннатқа қарай есік ашылады дейді. Сонда ғана адамның түріне қараңыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: фаюриду ан янхада дейді. Жаңағы адам ана жәннаттағы есікті, жәннатқа қарай есік ашылып деген кезде, періштені ұмытып, ана есікті аттап кетейін деп жатыр дейді. Ускун деп айтады екен періште. Тыныш, басыл, ұйықта. Қияметке дейін ұйықта. Мынау сенің орның. Сөйтіп, фаюссиға фи қабрихи, қабры жаңағы кеңейтіліп, нұрланып, сондай тағы да басқа рақаттар жасалады оған. Сонымен ұйықтап қалады екен, болды. Сонымен жаңағы қабірден тұрғанынан кейін ғой, Алла тағала сұрайды ғой: кәм лабистум фил арди адада синин. Жердің бетінде қанша өмір сүрдіңдер деген кезде, олар айтады: қолу лабисна яуман ау бағда яум. Бір күн ба, жарты күн ба, сондай сияқты дейді. Ұйқыдан кейін қараңыз, адамның несі қалай өзгеріп кетеді. Ал кәпір адам болса дейді, кәпір адамнан сұралады ғой: араларыңа жіберілген адам кім дегенде, ла адри, мен білмеймін. Кана насу яқулуна шайан. Адамдар бір нәрсе айтатын, соны айта салатынмын. Сонда жаңа періште айтады да: мә дарайды, түк білмепсің бүкіл өміріңде. Қараңыз, сонша өмір сүріп дым білмепсің. Бірақ ол біледі ғой, ол физик болған шығар. Түсінесіз ба? Ол бір керемет елінің елеулісі болған шығар ол. Сонда періштенің бағасын қарасаңыз, түк білмеген екенсің. Уәмә тәләута, Құранды да оқымапсың. Уәмә хтадайта, жолда да болмапсың. Қараңыздар. Сосын үмітін жаңағы нету үшін Алла тағаланың оған ешқандай әділетсіздік жасамағанын көрсету үшін есік ашылады екен. Жәннатқа қарай. Сосын айтады: хаза кана маканука лау кунта аманта биллахи. Егер Аллаға иман келтіргеніңде орның осы болар еді ғой. Жабылды ғой, бітті. Жоқ, мен саған. Қаратқандай. Сосын жаңағы емтиханнан өтпегеннен кейін тозаққа қарай есікті ашады да. Міне сенің орның деп айтылады. Сонда тозақтағы жақтағы есік, дау сенің орның дейді, жаңа күрзісі бар еді ғой қолында.
анау шоқ бар. Сол шақпармен фаяқмағуху құмғатан дейді, бір ғана қатты ұрып жіберген кезде дейді, ана сондай жаман дауыс шығады дейді ана жерден. Фаясмағуху куллу холқулла, Аллах тағаланың бүкіл жаратылысы жердің бетінде естиді. Илля сақалайни, адамдар мен жындарды айтпағанда дейді. Ләу самиған насу ла соғиқу, егер адам естісе, адам мерт болады дейді бірден қасындағы. Кейде байқайсыз ба, ауылды жерлерде бір жылқы үркіп қалып өзінен өзі. Жаңағы енді малдың қасында жүрген адамдар көп біледі ондай нәрсені. Үркіп бір маған не болды деп жаңағы. Солар естиді сол нәрселерді. Адам мен жын естімейді да. Сонда осыны естіп отқан сахабаларды қарасаңыздар, жаңа сахабалар намаздары бүтін, тахаджудтері бар, оразалары бар, қаншама салиқалы амалдары бар. Сонда сол сахабалардың кейбіреуі айтқан екен: "Я Аллахтың елшісі, ма ахадун яқуму алейхи малакун фи ядихи митракун илля хубила инда залика." Я Аллахтың елшісі, біздің ішімізде кезгеніміз дейді, жаңа қолында шоқпар ұстап тұрған періштені көрген кезде алжып кетпейміз ба дейді. Ақылымыздан адасып кетеміз ғой дейді біз. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: Аллах тағала осы сәттен андай нәрсені істейді дейді. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ибрахим сүресінде Алла айтады: Инналлаха юсаббитул лазина аману. Сөзсіз Аллах тағала иман келтіргендерді бекемдейді. Бил қаули сәбити. Жаңағы емтиханда өтіп беретін кезде Раббым кім? Алла. Дінің не? Ислам. Араларыңа жіберілген адам кім? Мұхаммед. Қайдан білдің оны? Құраннан оқыдым, иман келтірдім, растадым, мойындадым деген сөздердің бәрін батыл айту үшін Алланың бекемдеу керек екен да. Соны Алла тағала иман келтіргендерді қабірде бекемдейді дейді. Сол кезде жаңағы кәдімгідей жауап беруге адам. Әйтпесе ана шоқпарды көрген кезде, ол ана періште деген нәрсе өзі бір хадисте, сахих хадистерде айтқан, екеуі келген кезде асуадани дейді, азрақон, екеуі қара көк дейді. Түсінің өзі қорқынышты. Қап-қара көк бөмбек дейді да екеуі де. Анау түрінің өзі, шоқпардың өзі келген кезде аттары да өздерінің қорқынышты, білесіздер. Мункар, накир деген. Накир деген мысалы аяусыз деген сөз ол. Мункар деген таныс емес, бейтаныс деген сөз да болды. Олар жаңағы сұрақтардан емтиханды дұрыс жауап берсең, сол кезде ғана таниды. Алланың құлы екен ғой деп. Әйтпесе ол сұрақтан дұрыс өтемей қалсаң, танымайды олар ешкімді. Міне сол періштелердің қоятын сұрағының кезінде Алла тағаланы бекемдеу керек екен. Өте маңызды нәрсе. Сондықтан қабірде жаңағы Аллах тағала өзі құлдарын бекемдейді. Жаңа аятты қайталап айтайық. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Инналлаха юсаббитуллаху аллазина аману бил қаули сабити фил хаяти дуния ва фил ахира. Осы дүниеде де, яғни қабірде, вал ахира, қабірден тұрып Алланың алдына барған кезде де ертең Алла өзі бекемдейді дейді оларды. Ал басқаларды жаңағы ва юдиллуллаху золимин. Ал енді анау Алла тағаланың хақысына әділетсіз болған адамдарды өлім сәтінде Алла тағала адастырып жібереді дейді. Кім? Есінен адастырып, жаңағыдай білмеймін, деген сөздер шығады дейді да, хадистерде келгендей. Ва яфалуллаху ма яша. Алла осылайша қалаған нәрсесін істейді дейді.